Ертеде Арман деген кішкентай балақай болыпты. Оның басында бір талғана шашы бар екен. Сенің шашың неге бір ғана? Басқа балалар Арманды көріп күліп қоятын. Менің де шашым көк болса ғой. Бір күні Арман шаш іздеп жолға шықты. Мен өзіме әдемі шаш табамын. Жолда ол қасқырды кездестіреді. Қасқыр, маған жүніңнен берші. Жарайды, ала ғой. Арман қасқырдың жүнін басына қойып көрді. Бірақ жүндері қатты тікірейіп тұрды. Жоқ, болмаған жараспайды. Сәлден соң ол түлкіні кездестірді. Түлкі, маған жүн берші. Мә, ал. Түлкінің жүні үлпілдеп болып Арманның көзіне түсіп кетті. Бол да болмайды екен. Келе жатып ол қоянды кездестірді. Қоян, маған жүн берші. Ал, ала ғой. Қоянның жүні тым қысқа болып мүлде көрінбеді. Бұл да жараспайды. Одан әрі жүріп ол үйректі кездестіреді. Үйрек, маған қауырсын берші. Мә, ал. Бірақ қауырсындар ұшып кетіп басында тұрмады. Ештеңе де маған болмайды екен. Арман, сенің шашың қандай әдемі. Арман айнаға мұқият қарады. Бір тал шашы күнге шағылысып жарқырап тұр екен. Мен шашым ерекше екен. Сол күннен бастап Арман өз шашын жақсы көріп, ешқашан мұңаймайтын болыпты. Өзіңді қандай болсаң, солай жақсы көр. Өз ерекшелігіңді бағала. Өзіңдегі бар нәрсе ең жақсысы.